Қыздар, енді біздің фрагменттер дайын, барлық оюды клейлеп, барлығын оверлокпен тігіп шықтық. Сонымен бізге мынандай 3 фрагмент керек. Үлкен қошқар мүйізден осындай 3 тал керек. Жарты қошқар мүйізден бізге 4 тал керек. Міне, көрдіңіз ғой. Одан кейін мынау кішкентай бұрыштан кіретін оюлар, бұл көрпенің оң жағынан және сол жағынан кіретін кішкентай оюлар. Бұдан бізге 4 ою керек. Сонымен біз мына оюды әзірше тимейміз, оны ең соңында сол оюға келеміз. Мынау жарты оюды кішкене ала тұрайық. Енді мына 3 оюды біз орналастыруымыз керек. 3 оюды орналастырғанда мен бұны теріс қойып алайын. Ворсын жоғалтпас үшін айтып жатырмын, қыздар. Міне, ворсын жоғалтпас үшін. Міне, барлығында стрелка төменгі жағында тұр. Міне, мына жерде көрдіңіз ғой, міне, стрелка төменгі жағында тұр. Бағана басында түсіндіріп едім ғой сіздерге, үстіне сызған кезде. Міне, дайын. Енді төмендегі стрелканы аударып, үстіңгі жағына қоям. Үстіңгі жағына қоям, міне, үшеуінде. Міне, көрдіңіздер ғой. Енді осы жерін естеріңізге сақтап қалыңыздаршы. Қазір мен бұны қалай бұрамын? Мынау бұрышпен, мына төменгі бұрышты қосам. Міне, бұлайнан алып келем де, міне, бұлайнан бұрам. Міне, сонда мына ворс жоғалмайды. Мынан алып келіп, міне, осылайнан әкеп мына бұрышқа қоямын. Міне, қойдым, қыздар. Енді мына бұрышты жаңа айтып едім ғой, қимаңыздар деп. Қиғаннан кейін бұның ворсын іздеу өте қиын. Міне қарап отырмын, мына жерде ворс келген жоқ. Мына жағынан қарайым, міне келді. Мынаның да ворсын тауып алайық. Мына екеуінің ворс келу керек. Келмей тұр. Мынаны битіп аударам. Міне келді. Енді мына фрагмент таламыздағы ортасына қиямыз. Қазір көрсетейін. Осыны қолма қол өзінің тұрған жерінен жасап алайық, қыздар. Бұрышынан тура тұсынан түсіңіздер. Міне, енді мына жарты ойын әкеп мына жерге қоям. Ал бөлінген ойды әкеп төменге қоям, қыздар. Түсіндіңіз ғой? Сонда мынаның бүкіл ворсының барлығы сондай бір матадан қиылғандай болып шығады. Мен анау көрмелерде болам ғой сіздерде, Көрпе-фес фестивалында. Қазір мынаны алайын. Міне, үстіп аламда, тура осы тұрған қалпында қиямын. Көрпе-фес фестивалында болғанда, сонда осы қошқар мүйізді көргенде, мен кәдімгідей ойланып қалатынмын. Неге бұл қыздардың жасаған ойма көрпелерінің жаңағы оюы матаның бояулары үстіп ойнап тұрады деп. Сондықтан енді бұл да біздің көп жылдық тәжірибеміз, қыздар. Мен сол тәжірибемен бөлісіп жатырмын. Міне, төменгі оюды алып кеп орнына қоям мына жерге. Ал жартысын мына жерге қоямын, төменгі жағына қоямын. Міне, осындай көрпе жиналды. Енді қазір қай жағынан қарасаңыз да, бұл көрпенің ворсы барлығы бір жақта жатыр. Сондықтан да сіздер егерде алдын ала бұрыштарды қиып алсаңыздар, сонан кейін жинап жаңағы ворсын іздеп жатсаңыздар, уақыттарыңыз кетеді. Ал бір көрпенің ворсын жинауға ар жүгіріп, бер жүгіріп, жаңағы оңынан, солынан, қырынан қарап, бір құрғанда 10-15 минут кетеді, қыздар. 4 көрпе тіксеңіз, 60 минут кетіп қалды. 1 сағатыңыз ворсқа кетіп қалады. Егерде жоқ, Рзапа, біз тез табамыз деп ойласаңыздар, тез табу мүмкін емес. Құрғанда ең аз дегенде бір 10 минут кетеді. 40, 50, 60 минутыңыз кетеді. Сондықтан да біз жаңағындай, біздің осындай тәжірибеміз бар, қыздар. Егерде сіздер басқа жолын біліп жатсаңыздар, онда бөлісіңіздер. Енді бітірдік, қалай қосамыз?
мына екі фрагментті былай қояйық. Ортаңға ең үлкен фрагментті бөлек қоямыз. Екі шеткі фрагмент. Қосқанда, мына екеуін қосамыз, міне тіккенде. Бірінші мына төменгі фрагментпен қосып алыңыз. Сонан кейін барып, мына үшінші фрагментті қосасыз. Мына жерде жаңағындай міне екеуін қосасыз. Ал біттік. Енді қосып алайық. Қыздар, енді тіккен кезде міндетті түрде мына үш бұрышты үстіне қоясыздар, жарай ма? Мына үлкен қошқар мүйізді үлкен фрагмент астында қалады, үш бұрыш жартысы. Естеріңізде ғой, соны үстіне қоямыз. Енді үстіне қойған кезде, қазір міне көрдіңіз ғой, міне, түсті, міне бұрышына келтірдік. Естеріңізде ме, біз ана айтып едік қой, стрелкамен біз ворстың направлениесін ылғи сызып отырамыз деп. Енді қазір көреміз, мына жерден сыздым, енді астын қарай, міне көрдіңіз ғой, міне астында да стрелка тұр. Сондықтан біз осы ворсты жоғалтып алмадық. Мына қошқар мүйіздің ең бір қиын жері сол. Ворс жоғалса, қыздар, көрпенің мүлдем ұсқыны кетіп қалады. Енді мен енді сіздерді білмеймін, қыздар қалай тігесіздер. Мен міндетті түрде қадап алғанды жөн көрем. Себебі ең қиыны мына бұрышты сондай мінсіз қылып тұрып шығару керек, жарай ма? Мынаның ортасын тауып алайын. Сонан кейін мына велюр ворсы бар, бір-бірін тебет. Мына жерде кішкентай ғана, мына жерде қазір мен көрсетейін. Міне көрдіңіздер ғой, мына жерде кішкентай мынау артық қалады. Бұл не үшін артық қалды, оны сонан кейін мен сіздерге түсіндірем. Жаңағы размерлерді тура біздің айтқанымыздай жасасаңыздар, осындай бұрыштар артық түседі. Сол артық түссе, сапасы жақсы болады, қыздар. Міне үстіп жан-жағын қадап алдық. Так, ал енді тігейік. Сонан кейін мен тіккенде мына бұрышты жоғардан төмен қарай, одан кейін мәшинені бұрып, тура ортадан төмен қарай тіккенді жөн көремін. Жарай ма? Енді әркімнің өзінің үйренгені бар, біз енді осылай тігеміз. Қыздар, жаңа 3 фрагментті тігіп алдық. Енді мынау жаңа оң жағынан сол жағынан келетін кішкентай ғана 4 фрагментті қиып аламыз. Жақсап тұрып, тура бұрышынан бастап қияйық.
міне 4 фрагментті қиып алдық. Бағанағы 3 фрагмент, естеріңізде ғой, міне 3 фрагмент. Енді осыған мына бұрыштарды қосып алайық, міне. Қазір көрейін. Бұрыштарды қосқанда, енді бұрыштарды ворсымен келтіріңіздер. Аха, міне ворс келді. Ворс келді. Мынау екеуі мына жақтікі болады. Мынаны қосқанда былайынан қосып аламыз, қыздар. Бірінші мынаны қосамыз, одан кейін мынаны қосып тігеміз. Одан кейін мынаны қоспай тұрып, мынаны бірінші мынаны қосып алайықшы, міне. Мына екеуін қостық. Енді мынаны өзара қосамыз ғой. Өзара қосқанда мына тігіс пен тігіс тұспа-тұс келу керек. Осы тігіс тұспа-тұс дұрыстап келу үшін мына жерден инемен қадап алсаңыздар болады. Міне, көрдіңіз ғой. Кейде міне битіп кетеді. Мен көбінесе көрмеде көрем, мына осы тігістер келмейді. Бұл тігіс осы жерден тура тұсынан келсе, көрпеңіз сондай тиянақты, әп-әдемі болып шығады. Мына жерден инемен қадап алып тігуге болады. Мына жағында, міне, мына жағында дәп солай. Міне, мынаны қостыңыз. Одан кейін мына жерде мынаның бұрышын тауып алайық. Міне, мына былайынан кеп тұр ғой, міне. Мынаның ворс ауысып кетті. Қайтадан келтірейік. Міне, енді келді, міне. Міне, енді келді. Сол сияқты бірінші мынаны қосып аламыз. Одан кейін барып тағы да орта тігісін табамыз. Ең соңында мына бұрышты қосамыз. Түсінікті ғой, иә? Ал енді бәрін біріктірейік. Осымен міне бәрін қосып біттік. Көрдіңіздер ғой, міне. Қосып біттік. Енді мына жерді қараңыздаршы, міне. Міне қандай сондай міне тиянақты міне қосылған мына шофтар, көрдіңіз ғой. Тура осылай шықса, мынау не ойма көрпе сонда бір сондай көзге тартымды болады. Мына жерді қараңыз, міне. Жаңа айтып едім ғой. Ең бірінші осы мынау сызықтарды өзара жақсылап біріп-бүйтіп қиыстырып алыңыз деп. Міне осы жер. Міне бұрыштарды әп-әдемі қосылды. Енді естеріңізде ме? Айтып едім ғой, мынау үлкен қошқар мүйіздің размері, мынау үлкен фрагменттің размері 51, ал мынау бұрыштарының квадратқа алғандағы размері 52. Мына бұрышта 52-ші размерге жасалынған, 52-де 52-ге. Неге? Мына жеріне қарасаңыз, міне, көрдіңіз ғой? Мына бұрышы әп-әдемі бірінің үстіне бірі кеп түсті. Қазір мынаның үстіне біз жиегін қосқанда, сонда мына бұрышы сондай бір идеально келіп осы жерге міне тіреледі. Егерде екеуінің размері бірдей болса, онда мына жер үстіп айқастыра алмас едік. Міне, мынау жаңа 1 сантиметр үстіп осы жерде міне айқасып тұр. Көрдіңіз ғой, міне. Сондықтан да бәрі әп-әдемі шықты. Енді мына көрпенің жан-жағының жиегін қосамыз, қыздар. Қыздар, міне осымен біз бүкіл фрагменттердің бәрін қосып біттік. Әп-әдемі көрпе шықты. Бұның ұзындығы 2-де 10 сантиметр болды. Енді жиегін қосамыз. Жиегін қалай қосатындығымыз жайлы мен осының алдындағы шеберлік сабақта бәрін көрсеткем. Жиегін қалай қосамыз, екі жағының размерін қалай аламыз, енінің размерін. Сондықтан да мен қазіргі эфирдің уақытын оған жоғалтпай қойын, сол жерден көріңіздер, жарай ма? Енді қазір мынаның бәрін қосып біткеннен кейін біз замокты орнатамыз. Осынғы алдыңғы сабақта сіздерге астарын қалай отырғызуды айтамын дедім, соны көрсетейік. Осымен қазір біз жиегін қосып алайық, одан кейін жалғастырамыз. Қыздар, енді міне осымен біз көрпеміздің дизайн үстіңгі бетін бітірдік. Енді біз осыған қалай астарды тігеміз, замокты тігеміз. Өткен сабақта мен сіздерге айттым, жаңағы келесі сабақта түсіндіремін деп. Енді мына біздің астарына қандай матаны қолдануға болады. Мен қазір мынаны российский сатинді алып тұрмын, қалың әдемі мата. Сонан кейін бұл менің көрпенің астарына габардинді қолдануға болады. Габардиннің қымбат түрі бар, арзан түрі бар. Паплиннің арзан түрі бар, қымбат түрі бар. Сонан кейін российский бәз дейді. Ол енді өзіңіздің тұрғылықты жеріңізде қандай мата
сізге қолжетімді соны қолданасыз. Тек қана бір талап, астардың бояуы сіздің мынау көрпенің базовый бояуымен бірдей болу керек. Барынша екеуінің бояуын бірдей қылыңыз. Қолданатын замогыңызда бояуы бірдей болу керек. Жаңағы велюрдің бояуы, замоктың бояуы, астардың бояуы барлығы бір-біріне сондай сай келсе тіпті жақсы болар еді. Енді мына астардың қалай көрпенің үстіне тігеміз. Менің көрпемнің размері барлығын бітіргенде ұзындығы 2,25 болды, ені 88 болды. Астардың размері ұзындығына 3 см қосасыз, еніне 1 см қосасыз. Сонда 2,25-ке 3 см қосамын, 2,28. Ені 88 болса, ені 89. 2,28-де 89 ғып, мен мына матаны кесіп алдым. Енді замокты сіздер қалай орнатасыз білмеймін. Біз замокты бірінші астарын тігіп аламыз да, замоктың орнын қалдырамыз. Бірінші мен қазір мынаны орналастырайын, қыздар. Мына 3 см қалай орналастырам деп ойласаңыздар, мынау астына салатын габардин болсын, бәйіз болсын, сатин болсын, ол мата созылмайды. Ал велюріміз жаңағы жұмсақ мата, сондықтан әдемілеп тұрып келтірсеңіздер, сол 3 см кішкене велюрдің созылғанына өзге орнына түседі. Міне қазір мен көрсетейін. Сіздерге қазір экранда 3 см үлкен болып көрінуі мүмкін. Ал негізінде міне көрдіңіз ғой, міне астындағы матаны созсаңыз, міне келді орнына. Енді міндетті түрде әдеттегідей біз инемен қадап аламыз. Екі шетін қадайық. Екі шетін қадап алдық, міне. Сонан кейін мына оюдың астындағы, тура оюдың ортасынан, мына көрпенің ортасынан біз екі жаққа замокты тігеміз. Міне тура көрпенің ортасын таптым, мына замокты екіге бөліп алдым. Сонан кейін мына көрпенің ортасына алып келемдағы көз өлшеммен ортасына алып келемді, осылай қоям. Одан кейін мына жерін мелмен белгілеп аламыз. Маған қалам бар ма? Қалам, мел. Міне, мына замок қоятын орынды мен белгілеп алдым, қыздар. Велюрға белгілеп алыңыз астындағы. Тағы бір айта кететін жағдай, мына замоктың біз әдетте 80 см 1 метрлік замокты қолданамыз. Анандай потайной замок дейді. Содан кейін бір кішкентай бір жұқалау замок болады, ол замокты қолданбаңыздар. Көрпеге жарамайды. Мына замоктың мынау түбіндегі мына темірді біз қиып тастауымыз керек. Тігу үшін қиып тастаңыз, себебі бұл дүрдиіп көрпенің жаңағы сүйкімін кетіреді. Міне қиып тастадым. Түсінікті ғой, қыздар, е? Жан-жағын инемен бәрін қадап шығамыз. Сонан кейін осының барлығын біріктіріп тігеміз. Жаңа 3 см-ді бүйтіп орнына келтірсеңіздер, 3 см ұзыны бойы жоғалып кетеді. Себебі астындағы мата жұмсақ. Ал енді тігіп алайық. Жоқ, ничего да. Қыздар, үстіп закрепті жасап алыңдар. Кеттік, бісміллә. Қыздар, міне бүкіл периметріне жаңа астарды тігіп біттік. Енді мына замокты орналастырамыз.
міне замокты ең алдымен ашып алыңыздар. Міне ашып алдық. Сонан кейін замоктың собачкасы дейді ғой, соны төмен қаратамыз. Міне төмен қаратып, енді тігейік. Жаңа біз бормен белгілеп кеттік қой замокты қай жерге орналастыратынымызды. Сол жерден бастап тігеміз. Замоктың басы мына жерге тасмаса, ол жерден тимеңдер, кішкене төменірек алыңдар инені. Инесіне да әйтпесе. Сонан кейін мына жерде бір темір бар. Сол темірді кішкене айланып өтесіздер. Міне көрініп тұр ма? Міне осы темірді айланып өтесіздер, жарай ма? Бұның бәрін айту керек, тәжірибе ғой. Так. Ал, бисмилля. Сонан кейін лапка односторонний лапка болу керек. Қыздар, ұмытып бара жатырмын. Мына лапка односторонний. Жарай ма? Ана істіккен лапкамен оны тіге алмаймыз. Так. Мына замоктың шеті велюрмен бірдей келе жатыр міне. Так. Так. Мына қыздар, замок бітті мына жерге. Енді осы жерден кішкене закрепка аяғына дейін барайық қазір. Сонан кейін закрепка жасаймыз. Так. Міне бітірдік. Мына жерге закрепка жасадық. Енді мына замокты мына жерге алып келіп, қазір міне үстіңгі жағынан қазір. Мына жер түсінікті ғой қыздар, міне бітірдім. Енді мынаны алып келіп матаны қоямдағы астарды замоктың үстінен өтем қазір. Тура түбінен өту керек қыздар. Бисмилля. Тура түбінен өтіңіз. Әйтпесе ана жер дырка болып, тесік болып көрініп тұрады, жарай ма? Закрепка жасадым, енді қайтадан. Бітірдік. Міне, енді тура осындай закрепканы мына жағынан жасаймыз. Бір жағын бітірдік замоктың. Міне, мына жерден қазір тігіп аламыз. Тура түбінен қыздар. Міне, мынаны жасап алдық. Екі жағын тігіп, енді мынаны жаңа тіккен кезде міндетті түрде осы темірдің түбіне алып кеп, мына екеуінің деңгейі бірдей болу керек. Так, бітірдік. Енді мына жағын аударамыз көрпені. Көрпені аударып. Міне енді астарына тігеміз қыздар замокты. Астарына келтірейік.
Кішкене былай тартыңқырап отырыңыз. Замокты тартыңқырап, астары кішкене үлкендеу болуы мүмкін. Білесіздер ғой, бағана 3 сантиметр. Міне тартыңқырап, мына ортасын таптым. Енді тігейік. Так. Түбінен аламыз, қыздар. Тартып отырайық. Тіккен кезде мына замоктың тілін кішкене ішке қарай жіберіңіздер. Міне осымен бітірдік. Болды міне қыздар. Енді көрпемізді аударайық. Міне қыздар, міне замокты тіктік. Енді кішкентай мына жерді міне жаңа ашық орын қалды. Мына астар жағынан кремдағы, астар жағынан кіріп, замоктың тура түбінен тартамыз. Міне. Міне, енді аударайық. Міне қыздар, осымен біздің көрпеміздің тұсын аяқтадық. Замокты салдық. Енді келесімен сабақтарда ішіне мақтаны қалай сырамыз, мақтаны қалай көрпенің ішіне саламыз, мен соны көрсетемін. Қыздар, осымен біз көрпеміздің тұсын аяқтадық. Мына жерде мен сіздерге қарапайым оюды қалай тігу керек екен, қарапайым ойма көрпені көрсеттім. Енді қазір әдеттегідей мен бұны кәдімгі үлкен жоба ретінде қалай болатынын сіздерге көрсеткім келеді. Бірақ ол жобадағы оюдың, ол объемный ою, көлемі үлкен. Оның жаңа 3D ою дейміз. Ол мастер-класс бізде ақылы, құны 2000 теңге. Егерде жаңағы 3D оюмен тігем десеңіздер, қош келдіңіздер. Ол жайлы ақпаратты осы видеоның астында координатордың телефон, WhatsApp-ын мен жазып қоям, жарай ма? Сол неге телефон арқылы хабарласып, 2000 теңге төлеп, сіз бұл оюдың 3D-сін үйрене аласыздар. Мынау қарапайым ою. Енді жобадағы үлкен көлемде қандай көрінетінін көріңіздер.
осымен жаңа жобамызды көрдіңіздер. Қандай әдемі жоба шықты, иә? Мен ылғи айтамын, қыздар, сіздер егерде кәсіпке айландырғыларыңыз келсе, бір көрпе, бір жастық демей, бірден 4 көрпе, 4 жастық тігіп қойыңыздар. Әрбір кәсіптің шығыны бар. Сіздің жасаған шығыныңыз сол 4 көрпе, 4 жастыққа бірден матаны алып, қазіргі міне үйде отырған жағдайда осындай әдемі жобаны жасап қойыңыздар. Ертең есігіміз ашылады, бір-бірімізбен қауышамыз, әлі кәсібіміз жалғасады, бәрі жақсы болады, қыздар. Мен оған кәміл сенемін. Сондықтан да қазіргі уақытты өте тиімді пайдаланыңыздар. Сонан кейін мынау қолөнермен айналысқан қыз-келіншектер, сіздер білесіздер ғой, иә? Маған барлығы жазып жатыр: апа, мынау дәріс сабақтарымен біз карантинде отырғанымызды ұмытып қалдық деп. Неге дейсіз ғой? Бұл керемет әлем, бұл ғажап әлем. Бұл әлемде жаңағы ой санаңыз шарықтайды, жан дүниеңіз бір рахат табасыз, шаршайсыз әрине, бірақ бір керемет шаршау бұл, сондай рахат табатын шаршау. Сондықтан да сіздер міндетті түрде осындай жоба дайындаңыздар. Не істесеңіздер де жоба дайындаңыздар. Егерде менің көрпе-феске қатысам десеңіздер, өңірлерді бұйыртса біз аралаймыз әлі. Сондағы менің фестивальдарыма қатысамын десеңіздер, қыздар, менің де талабым сол: 4 көрпе, 4 жастық. Енді қандай әдемі жоба шықты. Осы әдемі жобаға мен, білесіздер ғой, мен әдеттегідей мен өзім ат қоямын. Енді осы жолы, осы мәртебені мен сіздерге ұсынамын. Барлықтарыңыз ойланып көріңіздерші. Міне көктем келді. Жаңағы бүкіл жер бетінің көк шөбі шығып, сондай бір мамыражай уақыт келді қазір бізге. Осы жобама қандай ат бересіздер? Соны әрқайсыңыз ұсынсаңыздар. Әрине, әдеттегідей мен бір ат таңдап алам, қыздар. Ең әдемі атқа менен керемет сыйлық болады. Сондықтан да ойланыңыздар. Бұл үйде отырғанда кішкене көңілімізді аулап, уақытымызды жаңағы тиімді пайдаланып, оған қосымша біз осындай бір конкурс ұйымдастырайық. Осымен менің сабағым аяқталды, қыздар. Сіздерден әдеттегідей айтатыным, бұл қазақ тіліндегі арнаның өсуі, күнделікті шеберлік сабақтарының көбірек мына жерге шығуы, біздің видео YouTube арнамызға сіздерге байланысты, тек қана сіздерге ғана байланысты. Егерде сіздер осы жерге қосылатын жаңағы оқырмандардың саны көбейсе, пікірлеріңіз көбейсе, лүпілдеріңіз көбейсе, ол жаңағы мұқтаждықтан емес, мен білемін, мен сіздерді жақсы көремін, сіз мені жақсы көресіздер, оны күні-түн жазып жатсыздар, ниеттеріңізден айналдым. Ол мына каналдың өсу үшін. Ол кез келген әлеуметтік желінің өзінің өсу алгоритмі бар. Сол алгоритмде жаңағы инструменттерді біз күні-түні пайдалануымыз керек, қыздар. Сондықтан да тағы да айтамын, бүгінгі сабақ жайлы пікірлеріңізді қалдырыңыздар, лүпілдеріңізді басыңыздар, осы жобаға ат беріңіздер. Сонан кейін арнамыздың ақпаратын қолма-қол алғыларыңыз келсе, тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Осымен барлығыңызға алғысымды айтамын. Келесі сабақта кездескенше күніміз жақсы болсын. Бәрі жақсы болады. Біз біргеміз.